Оқу жылы аяқталып 15 жасар Жандос және оның 8 жасар қарындасы 3 ай каникулға шықты. Бір күні Жандостың үйіне әкесінің інісі 8 жасар баласын әкеліп қонаққа баруға келеді. Яғни Жандостың ата-анасы және Жандостың әкесінің інісі жиналып құрдастарының туған күніне кететін болады. Ал Жандос болса өте қатты қуанып тұрды, өйткені ол да бүгін достарымен бірге қыдыруға баратын. Бірақ кешке таман Жандостың көңіл күйі түсіп кетті, өйткені әкесі 8 жасар қарындасын және інісінің баласына бас-көз бол деп оған тапсырады. Солай кешке сағат 9 болып Жандостың ата-анасы інісін ертіп алып қонаққа кетіп қалады. Жандос болса өте қатты ашуланды, өйткені оның достары оны далада күтіп тұрған еді. Ашулы Жандос осының бәрі қонаққа келген Әділдің кесірі деп шешіп, оны қорқытуға қарындасын көндіреді. Сөйтіп сағат түнгі 11 болып Жандос Әділге қорқынышты оқиғасын айта бастайды. Мына ескі шкафтың ішінде бір әйелдің елесі бар. Ол әйел отбасымен көлікте келе жатырып жол апатынан қайтыс болған. Ал әйелдің елесі осы шкафтың ішіне кіріп кеткен. Ол елес түнгі 2 шамасында шыға бастайды деп Әділді қорқытып жібереді. Не болса да Әділ Жандостың айтқанына сенбеді. Ал Жандос болса сенбесең ішіне кіріп көр, елес сені ұстап алады дейді. Әділ жәймендеп шкафтың қасына жақындады және Әділдің түрінен көрініп тұрды. Ол өте қатты қорқып тұрған еді. Бірақ Жандостың алдында қорыққанын көрсеткісі келмей шкафтың ішіне кіріп кетеді. Жандос Әділді одан сайын қорқыту үшін бөлмеден ақырын ғана шығып кетті. Ал қарындасы болса күлкісін әрең тыйып тұрды. Әділдің үні шықпай қалды. Солай Жандос шкафты тексеруге кетеді. Есігін енді ашайын деп жатыр еді. Жылаған әйелдің даусы шыға бастады. Жандос аң-таң болып қалды. Есікті ашуға батылы жетпеді. Солай ақырын ғана бөлмеден шығып кетеді. Солай Жандос тез арада ата-анасына қоңырау шалып, Әділдің жоғалып кеткенін айтады. Ата-анасы келіп және Әділдің әкесі келіп шкафтың есігін ашады. Ішінде бір ақ киім киген әйел Әділдің басын сипап жатыр. Бұл көріністі барлығы көріп тұрған еді. Ал Әділдің көзі бақырайып бір нүктеге қарап отыр. Әділдің әкесін көре салысымен әлгі әйел сол тұрған жерінен ғайып болды. Осылай әкесі баласын көтеріп алып оқиға аяқталады. Жандос болса өзінің айтқан өтірігіне өзі сеніп қалды.